Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін бірінші сұрақты талдап кетейік. Ациклді қосылыс дейді бізде. Ациклді қосылыс дегеніміз, мен сіздерге 10 сыныптың екінші бөлімінен үзіндісін қойып кеттім. Жалпы органикалық қосылыстар екіге жіктеледі: ациклды, циклды. Ациклды дегеніміз циклды емес, яғни ашық тізбек деген сөз. Ал циклды дегеніміз оның өзі екіге жіктеледі: ары қарата карботиклды, гетероциклды. Яғни тұйық тізбек деген сөз. Біріншіде бензолды қарастыратын болсақ, бензолдың формуласы С6H6, яғни тұйық тізбек болып саналады жалпы бізде. Ішіне қос байланыстары бар. Нафталинді қарастыратын болсақ, нафталиннің формуласы 2 сақиналы. Ол да циклды қосылыс болып саналады бізде. Келесі циклопентан атайтып тұр. Цикло деп тұр, яғни циклсыз тұр деген сөз. Пентан болса, значит ода бесбұрыш деген сөз. Гексан дегеніміз ол бізде ашық тізбекте, яғни ациклды қосылыс. Гексан болса 6 көміртектен тұрады деген сөз. Так, 5-6. Сутістерін қойып тұр. 3, 2, 2, 2, H3 деп. Бірінші сұрақтың дұрыс жауабы гексан болып саналады. Яғни алкандардың өкілі.